Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте оңай зебраны жасап көрсетемін. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ болып шығады. Бұның құрамында ешқандай да қаймақ, сары май жоқ. Сондықтан үйдегі қолжетімді заттардан осындай керемет пирогты міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Біз миксерді де таразыны да қолданбайтын боламыз. Енді осы пирогты жасау үшін бізге айран қажет. Айраныңыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Осы айранымызға 1 шай қасық содамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Айранға соданы қосқан кезде реакцияға түседі. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Менде 4 жұмыртқа. Егер сіздің жұмыртқаңыз үлкен болып жатса, 3-еуін пайдалансаңыз болады. Жұмыртқа мен шекеріміз жақсылап араласқаннан кейін, айранымызды, 1 кесе сұйық майымызды, 1 шай қасық ванилинімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, қою масы дайындаймыз. Жақсылап араластырыңыздар. Енді осы дайын болған массамызды 2 бірдей ыдысымызға теңдей бөлетін боламыз. Міне осылай теңдей бөліп алыңыздар. Енді біреуін шоколадты қылып жасау үшін какаоны пайдаланамыз. Какаоны қосып, жақсылап араластырып алыңыздар. Формаларыңызды алдын ала майлап қойыңыздар, немесе пергамент қағазы болса, соны пайдаланыңыз. Енді осы пирогымызды дайындау үшін бізге 2 үлкен қасық қажет болады. 2 қасықтан осы кезекпе-кезек құйып, формамызға пирогымызды жинаймыз. Осылай барлығын 2 қасықтан салып, пирогымызды жинап алғаннан кейін узор жасаймыз. Оны шпажка немесе зубочистканың көмегімен жасасаңыз болады. Егер де екеуі болмаған жағдайда шырпыны қолдансаңыз ештеңе етпейді. Осылай жасап алып, узорды жасағаннан кейін, осы дайын болған пирогымызды қызып тұрған пешімізде 35-40 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланыңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет.